экспорттық 1 миллион тоннадан астам астық өнім өндірілді. Қымбатты достар, бұл сіздердің және әріптестеріміздің қаржылы еңбегінің нәтижесі. Сіздерді осы айтулы жетістікпен құттықтаймын. 10 айдың қорытындысы бойынша біздің облыс ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы өсім қарқыны бойынша көшбасшы қатарында. Соңғы 2 жылда ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 1-ден 100 миллиард теңгеге өсті. Облысымызда суармалы егіншілік жақсы дамып келеді. Республика бойынша өткен жылы енгізілген барлық жаңа суармалы учаскелердің жартысы біздің облысымызда қосылды. Развиваются откормочные площадки и мясоперерабатывающие предприятия, которые с начала года экспортировали более 1300 тонн мяса и мясной продукции. Системные меры государственной поддержки АПК позволили выйти на соотношение 4 тенге частных инвестиций на 1 тенге субсидий. Государство уделяет особое внимание развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни населения. За последние годы уровень обеспеченности наших сел социальными благами вырос с 55% до 60,5%. Уже в 2024 году мы планируем полностью обеспечить сельские населенные пункты доступом к качественной питьевой воде. Еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдарында қол жеткізілген осындай керемет жетістіктер үшін сіздерге алғысымыз шексіз.